кіретін Шөмекей руы туралы болмақ. Шөмекей бұл енді тарихта жаңағы ел арасында жүрген аңыз әңгімелерге қарайтын болсақ, ағасы Әлім таңба бермегеннен кейін Шөмекей орта жүздегі нағашыларына барып сол жақтан таңба алған екен деген әңгіме бар. Кейіннен ағасы ұялып баласының бір таңбасын алып Шөмекейге берген дейді. Содан бастап Шөмекей екі таңбалы болған деген әңгімелер бар. Ғалымдар енді бұл Шөмекей туралы ұзақ зерттеулер жүргізген болатын. Шөмекейлер жөнінде мысалы Шөмекей руының батыс түркі қағанатының негізгі руларының бірі болып саналатын мысалы Чүміген тайпасына ешқандай қатысы жоқ деп айтатын да ғалымдар бар. Оған ойбай қатысы бар деп айтатындар да ғалымдар бар. Түрлі енді талас тартыстар толтырып отырған кездер бар. Бұл ру туралы аңыздар, мақал мәтелдер өте көп. Ет жаманы Көмекей, ел жаманы Шөмекей деген сөз әлі уақытқа дейін халықтың арасында бар. Жаңағы айтып отырмын ғой, Шөмекей өзінің бірінші таңбасын нағашыларынан алған дейді. Сонда дәстүр бойынша жиеннің назары қатты болады. Сондықтан жиеннің бетін қайтармау керек деген сияқты қазақта өзінде бір сондай түсінік болған. Сол түсінікке арқа сүйеген орта жүз жаңа билері Шөмекейге таңба берейін десе, ол таңба алу үшін белгілі бір мөлшерде құн төлеу керек екен. Ал құн төлейтін Шөмекейдің тышқағылағы да болмаған дейді. Сондықтан жаңа орта жүз билері қатты қысылған екен дейді. Бұны арман қарай қалай жалғастырсақ болады деген сияқты. Сол кезде мысалы орта жүздің билері өздерінше бір шешім ойлап табады, сөйтеді Шөмекейге айтады: Шөмекей, біз саған таңбаны сатып алатын сенде ешқандай ақшаң жоқ, сондықтан біз келесідей саған шарт қоямыз. Біз 16 деген таңдаулы мықты жігітті ортаға шығарамыз, сен сол 16-сымен күресесің. Егер 16-сында жеңіп шығатын болсаң, онда біз саған таңба береміз. Ал әлдеқайда біреуінен жеңіліс табатындай жағдай болсаң, онда обалың өзіңе, ешқандай таңбасыз қаласың деген екен дейді. Осы шарттың негізінде Шөмекей 16 орта жүз жігітін алып ұрады. Жерге сөйтіп 16-сында жығып шыққаннан кейін барып, бұған орта жүз билері жаңағындай таңба берген екен дейді. Соған ұлан асыр той жасаған екен дейді. Сол тойдың кезінде жаңағыдай ортаға ас тартылған кезінде Шөмекей асығыстан ешкімді үлкендерді күтпестен асып тамақты жей бастаған кезде сырттан үлкендер кіріп келген дейді. Сонда қатты ыңғайсызданып қалған жаңағы Шөмекейдің тамағына түйіліп қалған екен. Сол кезде қасында отқан жігіт Шөмекейдің желкесінен қойып қалған кезінде аузынан көмей ішіп түскен екен дейді. Осы кезден бастап жаңағы орта жүздегі нағашылары қалжыңдап ет жаманы Көмекей, яғни тамақтан өтпей қалған ел жаманы Шөмекей деген сияқты жаңағы қалжың әңгімені тарқатқан екен дейді. Шөмекейлер осы кіші жүздің кезде жалпы қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде қазақ халқына деген сыртқы жаулармен күресте белсенділік танытқан алдыңғы қатарда жүрген рулардың бірі, және де осы қазақтың ең соңғы хандарының бірі Кенесарыға үлкен қолдау көрсеткен, басты қолдау көрсеткен әскери күштердің бірі, политикалық саяси күштердің бірі осы Шөмекей руы болатын. Бұл жөнінде мысалы Ресей империясының генштабы полковник Мейер келесідей жазба қалдырады. Біз көргендей 1840 жылы дейді, барлық жағынан қуғынға ұшыраған сұлтан Кенесары өте ауыр жағдайға түсті. Бірақ көп ұзамай оның жағдайы өз қалпына келді. Себебі оған Шөмекей руы өз жағынан жақсы қолдау көрсетіп, оны құрметтеп, хан деп қабылдап, оған өз билерінің бір қызын ұзатқан болатын дейді. Кеңес үкіметінің 1930 жыл 29 жылғы жүргізген саясаты жаңағындай батырақ кулактарды қудалау, жалпы колхоздастыру сияқты, коллективизация жүргізу сияқты іс-әрекеттерінің барлық қазақ халқына үлкен ауыршылға келген болатын. Себебі қазақ халқы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан, сондықтан бір жерде отырып өмір сүру олардың дәстүріне тыс болатын, яғни жат болатын. Осы жағдайға байланысты қазақ халқы тоқырап малдан тұяқ қалмайды, өйткені бәрін совет үкіметі сыпырып алады, колхозға деп артельдастыру басталады. Осы кезде осындай жағдайларға қарсы шыққан, яғни қазақ халқын діннен де бездіруге тырысады, барлық әрекетті жасап өзінің қазақ халқының өзінің құндылығын жоюға тырысқан болатын. Осының бәріне қарсыласқан көтерілісшілердің құрамында әрине Шөмекейлердің рөлі өте үлкен болған болатын. Сол көтерілістердің басы қасында өте көп Шөмекей қолбасшылары жүрген болатын. Ақмырза Тосып сияқты тағы жетеді. Айта берсек қазір кейінгі кезде айтамыз. Осылардың басы қасының барлығында Шөмекейлер жүрген болатын. Енді тағы бір аңыз әңгімелер көп. Жаңа айтып кеттім ғой, Сәмет Назымұлы туралы айтатын болсақ, бұл 1744 жыл туылып, 1839 жыл қайтыс болған белгілі Шөмекейдің Тоқа атасынан тарайтын азамат болатын. Бұл өзі жас кезінен өте шебер болған дейді, және қамшыны өте керемет жасаған дейді. Кез келген адамнан сұрасақ, сен қамшыны қайдан алдың дейтін болса, мен жаңағы Сәмет Тоқадан алдым деген әңгіме елдің арасында жақсы таралған, яғни качествосы жақсы болған жасаған қамшыны. Енді осыған байланысты бір оқиғаны айта кетейін.
бірде бір жәрмеңкенің кезінде дейді орыс казактары бір қазақтың жігітін өлтіріп қойса керек дейді. Сонда құндаулаған қазақтың жігіттеріне орыс казактары құн беретін сыңай танытпайды. Оларға ол жат тірлік, ол біздің қазақтарда ғана құн төленетін. Алынар бізді бұратана халық өзінен төмен санаған, сондықтан менсінбеген оған. Міне осы кезде билер әлгі атаманды алдырату үшін қырғын ұрыстың алдына кететін болған жағдай, былайша айтқанда насырға шауып бара жатқан. Содан екі жақ жаңағы бір келісімге келейік деген, жаңа адам өлтірген атаман ортаға шықсын деген. Ол өте ірі денелі кісі болған екен дейді, қарулы өте. Соған қарсы біз жақтан бір азамат шықсын, екеуінің арасында жекпе-жек болады. Егер әлгі біздің азамат жаңағы атаманды өлтіріп жатса, құнсыз деген ғой, құн қайтады, сонымен қанға қан деген былайша айтқанда тәртіп қой. Сол кезде қазақтар жағынан осы Сәмет шыққан екен, Сәмет батыр. Сөйтіп жекпе-жекке шығып екеуі ортада алысқан дейді, біраз ат үстінде өткен. Сол кезде Сәмет батыр өзінің қолында қамшымен әлгі атаманды тартып жіберген дейді. Алыстың барысында сөйтіп атаман аттың үстіне теңселіп тұрып қалған. Ал Сәмет болса атының басын бұрып ақсақалдардың қасына келіп атынан түсіпті. Сол кезде қарама-қарсы бетте тұрған қазақтар енді ұзақта тұрған ғой, екі жақ ұзақта болған, талас-тартыс ортада болып жатқан жекпе-жек. Сонда ұзақта тұрған қазақтар тұрып, мынау біздің жаңағы батырдың қорыққанынан қашып кетті-ау осы деген сияқты ар жақтан күлкі болған. Бір кезде барып қараса, әлгі атаман екіге жарылып құлап жатыр. Сөйтсе иықтан тартқан қамшы белге дейін атаманды екіге бөліп жіберген екен дейді. Әрине енді бұл аңыз, ешкімде қылышпен болмаса қамшымен адамды екіге бөле алмайды. Енді бұл аңыз болатын, дегенмен де ұрып құлатқан болуы мүмкін. Енді былайша айтқанда кек қайтарған болуы әбден мүмкін. Одан кейін белгілі қазақтың батыры, шектіден шыққан Жанғожа Нұрмұхамедұлы біраз көтерілістер жасаған болатын. Хиуа хандығына, Қоқан хандығына, орыс басқыншыларына қарсы көптеген көтерілістер жасап, ақыр аяғында жеңіліс тауып, өзі біраз құмның арасында жасырынуға мәжбүр болған. Сондай кезде батыр үйінде отырған кезінде дейді, үйді жаулар қоршаған дейді. Оның ішінде енді жауға жол көрсетіп келетін әрине өзіміздің қазақ, сатқын іштен шыққан жау жаман деген сол, өзіміздің сатқын көре алмайтыны бар, басқасы бар, ішінде кейі кеткені бар деген сияқты. Болмаса жаңағы мансап іздегені бар орыстардан деген сияқты, солар жол сілтеп келгенде, көбінесе қазақ дейді, ішінде орыстар да бар, бірақ қазақтар да бар. Сонда жаңағы киіз үйді қоршағанда жау өзін қоршап жатқан жақсы сезген батыр асықпай Жанғожа орнынан тұрып сауыт сайманын киінеді да сыртқа атып шығады. Ат шап сыртта басталып кетеді. Сол кезде Жанғожа батыр сатқындарды қуалап жүріп жазаламақшы болып жаңағы шайқас салады. Сонда Жанғожа батыр өзінің ажалын өзінің туыстарынан болғалы тұрғанын, өзінің қазағынан болғалы тұрғанына қатты өкініш білдіргенде, дәл осы кезде атылған оқтың бірі Жанғожа батырдың дәл тамағына тигенде. Себебі батыр үйден асығыс шыққан кезінде жаңағы сауыттың тамақ бауын тағуды ұмытып кеткен. Өйткені үстіндегі сауыты өте мықты болғандықтан, ол кезде нарезной деген қару жоқ, гладкоствольный болған, атылған оқ әлсіз болатын. Сондықтан батырдың үстіндегі сауытын тесіп өте алмаған деді. Дәл осы ашық қалған тұсынан тамағына батырдың оқ тиеді. Батыр найзасын жерге қадаған күйі құламай тұрып қалады да, сөйтіп жан тәсілім етеді. Сонда жаңағы көбісі қорқып батырдың маңына жақындай алмай, өлі ма тірі ма біле алмай ұзақтан айналшықтап жүрді дейді. Кейіннен осы кезде Жанғожаны кім өлтірді, Жанғожаның ауылына кім жол сілтеп барды деген сияқты әңгіме көтерілген кезде елдің барлығы Шөмекейге көрсеткен дейді. Себебі Жанғожа батырдың ауылын шапқан кезде, Жанғожаның үйін қоршалаған кезде жаңағы үйін қоршаған сатқындар дөйт деп ұрандаған дейді. Яғни Шөмекейдің ұранын тастаған ғой. Бірақ кейіннен бұның ешқандай Шөмекейге қатысы жоқ екен. Бірақ шабуыл жасаған кім екенін айтпайсың, бірақ енді Шөмекейге ешқандай қатысы жоқ. Тек қана бір-бірінің руын қолданғандығы туралы, ол қазақ салтында да бұрыннан болған дейді. Яғни бір-бірін подставить еткен, былайша айтқан кезде жаңағы руын айтып подставить ететін кездері аз болмаған дейді. Сосын бұл жаңағы айтқанымдай Шөмекей өзі Шөмекей және Дөйт деген екі бала болған екен. Сол жаңағы Дөйт ертерек қайтыс болып кеткен, содан ұрпақ тарамайған. Содан Шөмекей өзінің бауырының атын мәңгілікке қалдыру үшін өзінің балаларына, яғни өзінің ұрпағына оның атын ұранға айналдырған дейді. Жаңа айтып кеттім ғой, Қарақалпақстанда Тәңке ата қарақалпақтардың арасында Шөмекейдің бір тармағы Тәңке атауымен енген болатын. Қарақалпақстанда одан Тәңкеден кейін Анна, Құйын, Айтеке, Шеруші деген аталары тараған болатын. Бұл жөнінде де енді халық аузында жүрген аңыз әңгімелер өте көп. Бұл туралы мысалы Қарақалпақ фольклорының білгірінің бірі Жолдас Бабаев зерттеу жүргізген болатын. Сол кезде ол қартайып жас жетіп отырған 86 жастағы жаңағы Қосыбек Нұрулаев болмаса
жаңа 69 жасқа келіп отырған сол кездер олар енді Тілеумбет Әбдиев сияқты осы Әйтеке жаңа руынан шыққан азаматтардан жазып алған енді ауызекі аңыз әңгімелері бар. Енді аңыз әңгімелер сол жерде ол кісілер айтады, біздің дейді Тәнеке руы негізі қазақтардың Шөмекей руынан шыққан болатын деп жаңағы кісілер айтып кеткен болатын. Кезінде сол Тәнеке негізі адамның аты дейді, ол өзінің жаңағы руластарының арасына қысым көреді дейді. Бір белгілі бір қылмыс жасады ма екен дейді, әлде бір нәрсені білдіріп қойды ма екен дейді айтыр. Сол жаңағы Тәнеке қуылып кетеді, қарақалпақтардың арасына келіп сыйысқан дейді. Сол жерде қарақалпақтың Орманбет биі өзінің бауырына тартып, былайынша айтқанда қалай айтады, названный брат қылып алған ғой өзіне. Өкіл бауыр қылып алған болатын. Сөйтіп Тәнекенің алдына мал сап бергенде Тәнеке кейіннен малмен айналысқан дейді. Сол жылдары осы бір деректерде қалмақтар дейді, бір деректерде жаңағы түркмен еумуттары дейді, қарақалпақтарға шабуыл жасап, сол шайқастардың нәтижесінде қарақалпақтар оларға қарымта шабуыл жасаудың нәтижесінде оларды қырғынға ұшыратқан дейді. Сол кезде әскердің басында осы Тәнеке жүрген дейді. Қалмақтар болмаса жаңағы түркмендер болуы мүмкін дейді. Солармен болған шайқастың нәтижесінде көптеген қарақалпақтардың қолына тұтқындар түседі. Сол тұтқындардың ішінде бір жас әдемі келіншекте тұтқынға түскен екен. Әлгі келіншек 2 қабат дейді. Сол келіншекті Орманбет би осы Тәнекеге күйеуге береді, былайынша айтқан кезде, бірақ ол 2 қабат болып келген болатын. Сол кейіннен сол келіншек босанады. Ол босанған баланы өлтіріп тастамайды ғой. Ол балаға Тоқболат деп ат берген екен. Оның әкесі белгісіз кім екені, мүмкін қалмақ екен, мүмкін түркмен екен, белгісіз. Міне сол Тоқ кейіннен өседі дейді, қарақалпақ қызына үйленеді. Одан Құйын деген бала тарайды дейді. Одан осы жаңағы Айтеке, Шеруші, Анна деген ұрпақтар тараған деген әңгіме бар. Ал бір деректерде айтады, ой жоқ, ол жаңағы Тәнекенің өзінен тараған. Өйткені Тәнеке жаңағы Тоқболат туғаннан кейін ана келіншек Тәнекеден де балалар туған. Солардың ұрпақтары Айтеке, Шеруші, Анна дегенде әңгімелер айтылып, көптеп айтылып жүреді. Бірақ енді халықтың аузында мынандай келесіде әңгіме бар дейді. Бұны жаңағы Қосыбап Нұруллаев азамат айтып жүр, өзі жаңа Айтекеден шыққан. Сол айтады, Айтеке, Шеруші, Анна Құйынның бабасы Тоқтың ар жағы жоқ деген қарақалпақтың арасында осындай сөз бар екен. Яғни Тоқтың әкесі кім екені белгісіз дегенді меңзеп тұр ғой. Осыған байланысты жаңағы біздің бабамыз мүмкін қазаққа бармай қалатын шығар деген сияқты да әңгімелер, жаңағы осындай аңыз әңгімелер таратылған болатын. Кейбір деректемелерде шөмекейлер олар, шөмекейдің тарихы өте тереңнен басталады деп айтатындар да бар. Олар айтатындар айтады, Чумугін тайпасының ұрпағы осы шөмекейлер деп айтатын ғалымдар да бар. Бұлар Аристов сияқты белгілі ғалым, Грум Грижимайло сияқты азаматтар айтқан болатын. Бұл екі ғалымның айтқанын өзіміздің белгілі тарихшы ғалымымыз Түркістан автономиясының премьер-министрі болатын Мұхамеджан Тынышбаев та қолдаған болатын. Ол кісі айтады, 6 ғасырда Жетісу өңірінде түркілер басып алды дейді. Алтайдан келген түркілер басып алды дейді. Сол кезде Қытай деректемелері бойынша 7 ғасырда Шу өзенінің бойын шумегендер жаңағындай қоныстанып жатқан болатын дейді. 654 жылдар Қытайлар осы шумегендерге шабуыл жасап, олардың астанасын қиратып 30 000 шумегенді өлтірген болатын дейді. Олар енді қайықтан білген 30 000 екен, ол заманда жаңағы өлтірген жауын санау үшін құлағын кесіп алады екен. Сонда 30 000 құлақты кесіп алған болып тұр ғой. Сонда 30 000-ға содан қаза тапқан дейді. 700 жылдардың шамасында батыс түрік қағанатының әскерінің құрамында 40 мыңға жуық шөмеген әскері болған дейді. 742-744 жылдар бұлар жаңағы шөмегендер көршілес жатқан ұйғырлар мен қарлұқтардан жеңіліс тауып, кейін қарай батыс өңірге қарай көшіп барған дейді. Дюани Лағат түрік еңбегінде жаңа 1073 жылы жазылатын, Құдатту білік еңбегінде 1069 жылы жазылатын бұл ру туралы айтылып кетеді дейді. Және Қаракесек мысалы жаңағы Әлімұлы Шөмекей кете жаңағы рулар туралы да осы деректерлерде кездесіп қалып жатқан кездері аз болды. Белгілі ғалым Гумилев өзінің жаңағы түркілер, ежелгі түркілер атты кітабында да жаңағы 10 оқ одағына, батыс түрік қағанатында құрылған 635 жылдар құрылған 10 оқ одағына да жаңағы
5 тайпаның кіргенін көрсетеді. Олар Дулу, Чуе, Чумуген, Чуми, Чубан деген сияқты тайпалардың кіргенін атап кеткен болатын. Және де бұл жөнінде Вастров, Мұханов сияқты белгілі ғалымдар да айтады. Жаңағы Чумуген 6-7 ғасырларда дейді Дулу тайпасының құрамына енген болатын дейді. Бұл қазіргі дулаттары да айтады. Бұл осы дулаттар туралы түрлі талас тартыстар бар. Олардың баяғы Дулу тайпасына қатысы жоқ деп айтатын адамдар бар, қатысы бар деп айтатындар бар. Соның ішінде қатысы бар деп айтатын ғалымдар осы Вастров пен Сәбит Мұхановтың ұлы Марат Мұханов сияқты ғалымдар айтатын осының қатысы. Шөмекейлер кіші жүзіндегі сан жағынан өте көп рулардың бірі. Бұл туралы 1805 жылы Спасскийдің жазғаны бар. Жаңағы жазған болғанда Сібір вестнигінен алған еңбегі бар. Сол жерде шамамен 1820 жылдар бұлардың саны 96.800 болған дейді. Ал кейінгі 1911 жыл санақ бойынша араға почти 100 жыл сағаннан кейінгі санақтың кезінде олардың шамамен саны 100.000 болған деп айтылады. Бұлардың көшіп қону жаңағы қоныстанған мекендер туралы түрлі ақпараттар бар. Әсіресе қазақ даласын көп зерттеген ғалымдарының бірі Левшин бұларды 3 ірі топтарға бөледі. Біріншілері жаңағы жазғы уақыттарда дейді, Қарақұмнан шығып Тоғышқан елді мекеніне дейін Ырғыз бойын, Қаратау маңын, одан қалды Бақмаймек өзенінің маңайын, қыстың күндері Сырдария өңірін мекендеген дейді. Сол Таскешу, Бесарық, Байғыз, Қуаңдарияның бойындағы сол жерге дейін мекендеп отырған дейді. Екіншілері дейді Каспий өңірін мекендеген дейді. Содан арман қарай олар Оралға дейін барған дейді. Одан кейін үшінші топтары бұлар Елек өзенінің бойында көшіп қонып жүрген дейді. Олар аз ғана бөліктері, мысалы Бұхара маңында, Қаш маңында көптеп жүрген дейді. Бұл жөнінде мысалы Бларенбергтің де еңбегі бар. Бларенберг 1800 жылдар дүниеге 1878 жылдар өмірден өткен болатын, белгілі Ресей империясының қайраткері болатын. Оларда Қарақұм маңында көптеп көшіп жүретінін, Қараөзек маңында жүретіндігін, Тобыл өзенінің маңында да жүретіндігі туралы бұл кісі жазып кеткен болатын. 19 ғасырдың 19 ғасырдың 20 жылдары шөмекейлер жаңағы Арынғазы сұлтанға еріп Қуаңдария мен Сырдарияның ортасында көшіп қонып жүрген дейді. 1834 жылы олардың біраз бөліктері мына Хиуа хандықтарының алым салығынан қашып, соңынан қуалаған зекет анау-мынауынан қашып, Ырғыз, жаңағы Мұзбел құмдарына дейін қарада жаңағы көшіп қонып жүрген дейді. Қарақұм өңіріне дейін дейді. Кейіннен жаңа линиялар тартыла бастайды, яғни орыс администрациясы келіп жаңа линиялар тартыла бастағаннан кейін шөмекейлердің шекаралары орыс қамалдарымен бірге жапсарласа қалған болатын. Енді Орта Азия тарихы атты Мир Абдел Карим жаңа Бұхаридің еңбектерінде ол кісі айтады, жаңағы қыс түскен кезде дейді, қазақ тайпаларының көптеген бөлігі дейді қыстау үшін Бұхар, Хиуа, Түркістан аймақтарына келген дейді. Мысалы Шекті, Төртқара, Қырықмылтық, Үргеніштің маңына келсе дейді, Шөмеки, Қиют, Жаппас, Қыпшақ, қыстың күндері Ташкент, Бұхара, Самарқан маңына келіп қоныстанатын дейді. Одан кейін жаңағы Дулатбек Қыдырбекұлы, Гүлнара Аннакулиеваның жаңағы қазақ түркімен қарым-қатынас атты еңбектерінде айтады. Олар айтады, адайлардан бөлек дейді, түркмендермен жаңағы байланыста отырған кіші жүз рулары Шөмекей, Төртқара, Бер, тағы басқа руларды көрсетіп кетеді. Олар Хиуа хандығының өңіріне дейін көшіп көніп, қазіргі Қарақалпақстанның өңірінде, Дашауыз, Хорезм облыстарында көшіп қонып жүрген дейді. Олар көптеген территорияны иеленіп жатқан, өйткені Шөмекей аз халық емес. Сонау Есілден бастап Ертіс өңірлерінен бастап солтүстіктен сонау Самарқан өңіріне дейін жерге дейінгі жайлап жатқан ел болатын. Олардың орталық бөлігі қазіргі Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы Ырғыз жаңағы ауданының орталығына қарай тура келеді дейді.
Енді бұл кісілерден де елге белгілі көптеген азаматтар шыққан, елдің дамып өсіп өркендеуіне, ел үшін болған шайқастарда ерен ерлік көрсеткен Қарақылды қақ жарған би-шешендер Шөмекей руынан да аса көп шыққан болатын. Мысалы Арыстанбай Айбасұлы деген сияқты батыр болған. Арғынбай Таңатұлы, Бәйтік батыр, Тоғанас батыр, Жәрімбет Сұлтанұлы, Қалдан Талқанбайұлы, Қашқынбай батыр, Келменбет батыр, Кетебай би, Киікбай батыр, Күнтуар, Құда би, Құстаубай Жиенәліұлы, Меңей батыр, Пірәлі Өтетілеуұлы, Тәңкі би Қаржауұлы деген сияқты азаматтар, Тәттімбек Бұлғағұлы, Ұзақ Еспанов сияқты, Жаңай батыр, Балталы Қожан батыр, Ерімбет Қажы Жаңайұлы сияқты және көптеген ақын жыраулар шыққан болатын. Мысалы Базар жырау Оңдасұлы, қазақ тарихында ол Балқа базар атпен белгілі, осы Шөмекейдің Балқа атасынан тарайтын болатын. Баспан Құлымбайұлы атақты Дүренғарда осы Шөмекей руының өкілі болатын. Жұбанияз Найзаұлы, Құлназар ақын, Арысты Елбайқызы сияқты, Алмат Тобабергенұлы, Самұрат Алматұлы сияқты, және де жаңа айтып кеттім, 29-30 жылдар кеңес үкіметіне қарсы қатты қарсылық көрсетіп шайқастарда жүргізген, халықтың алдын бастап жүрген серкелері деп айтсақ болады. Ақмырза Тосып сияқты, Пірмағамбет Лаубаев сияқты азаматтар, Ұзақбай Желдірбайұлы сияқты, Құлымбетов сияқты мемлекет қоғам қайраткерлері шыққан болатын. Темірбек Жүргенов те осы тайпаның өкілі болатын. Телжан Шонанов сияқты, Тел Бұқпанұлы, Жаманмұрынов сияқты, белгілі кеңес одағының батыры Біліс Нұрпейісов сияқты, Файзолла Әбсәлемов сияқты, Өтебай Қанақин сияқты жазушылар, Әлқуат Қайнарбаев сияқты, Серғали Толбаев сияқты, Құланбай Көпшев сияқты азаматтар. Сонымен қатар осы егер мені Шөмекей өкілінің тайпасының өкілдері көріп отырған болса, тағы бір керемет бір жазушы бар. Мен қайта кітабын оқитынмын. Бектілді Алдамжаров деген кісі бар. Соның Ұлы Сел деген кітабы бар. Егер Шөмекейлерді қызықтырған болса, сол кітапты алып оқысаңыздар, керемет ақпарат аласыздар. Ол кісі өзі де Шөмекей руынан шыққан болатын. Оның Сырдария бойында қонысы Хиуа хандығына қалай қарсы жүргізген шайқастары туралы бұл енді жақсы жазылған болатын. Осымен ағайын, бүгін Шөмекейге арналған қысқа болса да тарихи әңгімеміз тәмам.